Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан бірігіңіз келсе, лайк және подписаться таңбарын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. 2024 жылы Қазақстанда қандай төлемдер мен жәрдемақылар өседі? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік төлемдердің түрлері және оларды өсіру жоспары туралы ақпарат берді деп хабарлады Массагет газеті тілшісі. Министрліктің мәліметінше, мемлекеттік әлеуметтік төлемдердің барлық түрі 2024 жылы 7%-ға өседі. Еңбек министрлігі мемлекеттік әлеуметтік төлемдердің осы түрлерін санамалап берді. Атап айтқанда, бұлар мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемдер, номері 1 және 2 тізімдер бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақылар, жерлеуге арналған бір жолғы төлем, бала тууына байланысты бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы, бала 1,5 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақылар, ана даңқы ордендермен наградталған көпбалалы аналарға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақылар, мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге, балаға, асырап алушыға, қорғаншыға жәрдемақы тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы, және бірінші топтағы мүгедектігін күтетін адамға мемлекеттік жәрдемақы. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.